Сәлем достар. Сіздер осы ойланатын шығарсыздар. Мен қандай модельдегі телефонмен осындай видеоларды түсіреді деп. Қызықсаңыздар айтайын. Samsung Galaxy A21s өте тиімді, 70 мыңнан кіші бағаға алдық. Мечта дүкенінен выбор көп телефондар бойынша. Супакта енді онша емес. Өз телефонымды таныстыруға көшейін. Менің телефонымда қазақша пернетақта мүлдем болмайтын. Яғни әрине сатып алған кезде орысша және ағылшынша ғана пернетақта болатын. Енді мен мынандай Play Market'тен қазақша пернетақтаны скачать етіп алдым. Осында енді менде барлығы қазақша. Әке, мен бәрібір, сені, өге дейін бар, ұнға дейін бар, бәрі бар. Тіпті латынша да бар. Ағылшын, орыс тілі сол күйі өзгермеген. Бұның жақсы нәрселері өте көп. Бірақ бір жаман жері болады ғой әр нәрсенің. Бұл барлығы үлкен әріппен жазылмайды. Мысалы мен привет дегеннің барлығын үлкен әріппен жазылым келсе, бүйтіп теріп отырамын. Ал бірақ қалай Samsung-тың өз клавиатурасына келтіреді десеңіздер, мына пернетақтан сөйтіп тұрған артқа деген кнопканың қасында. Соны басып жіберсеңіздер, менікі қазақский клавиатурада тұр. Голосовой вход Google-да бар, клавиатура Samsung-да бар. Клавиатура Samsung-ды бассаңыздар, бәрі өз орнына обычно ештеңе болмағанда келеді. Бұның бір жақсысы, барлығын үлкен әріппен жаза аламыз. Апай, бәрі бар. Тіпті кішкентай әріппен де, бір-ақ рет пайдаланатын үлкен әріппен де, тіпті барлық кезде пайдаланатын үлкен әріппен де. Бәрі бар. Тем более сандары бір орында тұрады, төбесінде. Ал қазақский клавиатурада бұлай іздеп жүресіздер. Бірақ бұнда бір жақсы жері. Кіріп жаза бересіздер. 0,7 деген сияқты жұлдызша бар. Бәрі бар. Бірақ бұлда істей алады бұлай. Ю дегеннің қасында көріп тұрған шығарсыздар. Кішкентай бір деген жазылып тұр. Соны қаттырақ бассаңыздар, жоқ, ұстап тұрсаңыздар, бір, ұстап тұрсаңыздар, үш. Осылай жасала береді. Және де бұның бір жақсысы, YouTube-қа видео салған кезде стикерлер жоқ болады ғой. Ютуберлер білетін шығар. Стикерлер жоқ болады. Осындай WhatsApp-тан былай стикерлер кіресіздер. Поиск дегенді басып іздейсіздер. Мысалы привет деген сияқты. Мысалы қоңыраушаны басып кетіңіздер дейді. Соның орысшасы колокольчик. Осындай колокольчик шығады. Осыны бұлай копировать етіп, анау сөйтіп салып жүргеннен бұлай қазақский клавиатураның стикерлері жақсы. Өзің тіпті мынандай стикерлер де бар. Мынандай да бар. Өзің құрастыратын. Кәдімгі обычно мына жақтағыдай
стикерлер. Міне қазір. Бұда мынандай бұрынғы жасаған нелеріміз, стикерлеріміз, памяті көп. Мысалға, мынау менікі 5 орын алып тұр. Мынау 4-ақ орыннан кейін жоқ болып кетеді. Мысалға, мына WhatsApp-тың Samsung-тың клавиатурасында әртүрлі жаққа жануарларды, адамдарды, заттарды, тамақтарды көре аласыздар. Ода да поиск бар. Айттым оны. GIF те бар. Мынандай стикерлер де бар. Мынандай қазақский клавиатурада бар. GIF жоқ. Мынандай смайликтер бар. Міне. Мынада адамдар, жүрек, гүл, тамақ, спорт түрі, көліктер, лампочка, сол таусылмайтын тулар, бәрі көп. Ғашықтарға, мерекеге, мына жерде жануарлар да бар. Өсімдікте, короче, бәрі кіріп кеткен ғой. Барлықтарыңыз ойлап тұрған шығарсыздар. Ал мынау екеуінің ортасындағы не деп? Міне, бұл бәрін бірге істейтін. Жаным, жақсы көремін дегенде ымша көрсетуге болады. Осының аудармасын тек сіздер осындай казахский клавиатураларыңыз болса ғана білесіздер. Және де жібере аласыздар. Достар, бұл видео көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Тағы бір айта кететін жайт, мынандай нәрседен былай тағы өзінің стикеріне кіріп телефоны солай шығады деп ойлайсыздар ғой, Жоқ, мына жерде айтқан тіл ауыстыратын, клавиатура ауыстыратын суреттің үстінде тағы бір клавиатура тұрады. Соны бассаңыздар, міне, оля. Енді мен сіздерге тағы бір орысша жасайтын. Қазіргі барлығы орысша тілді пайдаланып кетті ғой. Бірақ былай отырасыздар. Ал егер бұл болса, былай шыға саласыздар. Тез былай істейсіздер. Және де кейбіреулеріңіз біліп, кейбіреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Міне камераның өзі шығып тұрады. Ал енді мынау, міне, әртүрлі көрсетіледі. Мынау камераға кіреді. Мынау документтерге кіреді. Мынау галереяға, телефонның барлығына. Мынау аудиоға. Мынау тұрған жеріңізде местоположение керек емес. Контакт десеңіздер. Бірақ бұл өте оңай. Қазір көрсетейін. Міне достар, контакт дегенді басамыз. Мысалға, міне мынандай телефонда нөмірлердің ішінде қанша ақша бар екенін көрсетеді. Былай жасайсыздар и лақтырасыздар. Толық айтқанда аударасыздар. Сол, міне мобильный бәрі кіреді. Пригласить дейді. Бізге керек емес әлі. Былай ете салайық. WhatsApp-қа қайттан керек, міне. Қайттан өшіре аласыздар. Всех қылып. Статус бар. Достар, негізі
менің көрсететінім әлі. Бұл казахский клавиатурада былай шығып жүрмейсіздер. Бірден былай кіресіздер, басасыздар, и міне оңай. Міне перне тақта бар, аударма перне тақтасы бар. Тағы құрал тақтасы, тақта өлшемі, қаріптер, бір қолмен теру дегенде бар. Опподағының барлығы осындай настройкиде сақталады. Бұл өте оңай. Көшірмені аудару дегенде бар. Түнгі нұсқада бар. Аспалы перне тақта. Жиі қолданатын сөздер. Достар, мені көрсетейін дегенім осы. Әртүрлі нәрселер бар, үтір. Мына жерде де қосу мынандай белгі бар. Бәрін үйретіп жатырмын. Міне бұлай істеуге де болады. Мысалға міне менің оқитын классым онлайн арқылы. Міне сіздер любой біреуді таңдау үшін, аудару үшін міне мынандай собачканы басып, міне мысалға былай шығып аударасыздар, ал казахский клавиатурада мына жерге кіріп жүрмей, мынаның үшін басып тұра саласыздар. И оңай міне. Астыға істейтіні бар. В общем, көп өзгеріс жоқ бұлда. Бұда баз әріп бар. Тиісті латын әріптері. Достармен бөлісу. Және достар, бір айтайын дегенім сіздерге міне клавиатураны басып қаласыздар. Клавиатура Samsung деген бар. Ұстағы міне голосовой вход Google дегенді осы Samsung-тың клавиатурасында да істеуге болады. Бұл енді табиғатынан бір өз сондай. Міне осылай. Настройкиде де бар. Бұл кәдімгенде серьезный клавиатураға, серьезный настройкиге кіріп кетеді. Мынандай стикерлер бар. Мен вообще бұны ұмытып кетіппін. Достар, қазақша жазамын деп. Міне, дым жоқ. Нет недавно использованных смайликов. Міне, әртүрлі жануарлардікі бар. Бұда да мынандай X дейтін бар. Бұдан да оңай шыға аласыздар. Сол жақта клавиатураның суреті бар. И соған кіресіздер. Мынандай жерлерде де тұрады. Әр клавиатураның өз нәрсесі бар ғой. Мынау телефон дегенді, введите текст деген. Байқаған шығарсыздар. Міне, казахский клавиатурада да міне осындай өзінің Samsung-тың перне тақтасының смайликтері тұрады. Және де мынандай введите тексттің қасында да тұрады. Енді казахский клавиатурада да мынаны басып қаласыздар. И мына екеуі тұрады. Солай достар. Осы видеом сіздерге өте пайдалы болды деген ойдамын. Менің инстаграмыма да тіркеліп кетіңіздер. Және де алла бұйырса жақында 10 болып қалады подписчигім ютубтағы. Күннен күнге 2-3 подписчик жиналып жатыр. Және де статустың бір қыр-сырын көрсетіп жіберейін. Мен мына жерден любой суреттерді қоя аласыздар сіздер, галереядан өздеріңіз. Мен мынау түсіру. Какая разница? Бәрі бір ғой. Ал сіздер тек жазу ғана жібересіздер ғой, мысалға. Сәлем деген сөзді потереть сетин, мой статус. И міне отправка статуса. Өзі осындай болып тұрады. Артында ешқандай сурет жоқ. Мынаны удалить ете салайық.
Бұл да статус памяти алады, достар. Ал енді жаңағыдай қалай істесеңіздер, міне стикер бар. На всякий случай мынандай да бар. Айтқаным сіздерге, міне мынандай қалыңдығын ауыстырамыз. Видите статус. Мындай нәрселер бар. Ереке деп жазуға болады, мысалға. Артындағы фонын ауыстырасыздар, көрдіңіздер ме? Өзгеріп жатыр. Ал бұны басына қалай келтіреді десеңіздер, сіз басқаныңыз санамай, міне былай шығасыздар. Назад кнопкасын басып, и бәрі орындары бар. Бәрі бар. Сәлем деген. Әртүрлі заттар бар. Мына что-то басылмай қалды. Міне мысалға, любой адамды, бірақ бір адамды ғана баса аласыздар, өкінішке орай. Және де достар, мен сіздерге бір зат көрсететін боламын. Мысалға, міне мынау заблокировать еткенмін и разблокировать деген шығады. Ол заблокироваттан шығару. Черный список деп атайды кейбіреулер. Немесе мынау вы разблокировали этот контакт, нажмите, чтобы разблокировать дегенде бассаңыздар, өзі разблокировать етеді. Достар, және де кейбір адамдарда болады. Мындай менде екеуі бар. Үшінші нәрсе болады. Запись экрана деген мобизенсіз. Точка доступа, Bluetooth. Көбісі бар, в общем, менің телефонымда міне. Поиск десеңіздер, мына жерді білетін шығарсыздар. Радио, міне, настройкиден де шығады. Бұл, міне, планшетте шыға береді. Басқа жақтан да, бірақ бәрібір осы соңғы үшіншісіне кіреді. Қазір мен инстаграмды көрсетейін сіздерге. Осыдан маған міндетті түрде жазылып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар, міне. Загрузка болатыр кішкене. Көтеріп тұрайық. Міне ашылды. Ибрахим Асылбек. 44 публикациям бар, 29 подписчигім бар, достар. Осы инстаграм мен ютубыма жазылып кетіңіздер. Все, басқа шарттар жоқ. Және де осы видеома ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.